Сәлем оқушылар, видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер, видеоны достарыңызға таратыңыздар. 9 сынып физика пәнінен 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ бүкіл әлемнің тартылыс күші әрекетінен дене дөңгелек орбита бойымен қозғалысы жүзеге асатын жылдамдық, ол бізде бірінші қарыстық жылдамдық. Деформациялау түрлерінің дұрыс нұсқасын көрсетіңіз деген, ол бізде иілу, созу, сұғу, ығысу және де бұрау деп аталады. Келесі. Ньютонның бірінші заңын тұжырымдап жазыңыз. Егер денеге күштер әрекет етпесе, немесе әрекет етуші күштердің тең әрекеті күші нөлге тең болса, онда дене тыныштық қалпын сақтайды, немесе бір қалыпты түзу сызықты қозғалысын жалғастырады. Егер де бұны форма түрінде жазатын болсақ, күштердің қосындысы нөлге тең болса, онда дененің жылдамдығы константа болады, немесе жылдамдығы нөлге тең болады, тыныштық күйде болады. Келесі. Суретте қол шананы сүйреп бара жатқан адам бейнеленген. Шанаға әсер етіп тұрған күштерді суретте белгілеңіз деген. Ең бірінші ол бізде адамның F тарту күші. Қозғалысқа әрдайым қарсы бағытта ол бізде үйкеліс күші. Жоғары қарай бізде реакция күші. Ал төмен қарай бізде шана мен баланың ауырлық күші болады. Шананың қозғалыс үдеуі 1,5 метр/секунд квадрат. Шана мен баланың жалпы массасы 38 кг. Күш масса үдеуді пайдаланыстыратын теңдеуді жазыңыз дейді. Ол бізде F тең ma, Ньютонның екінші заңы. Шанаға әсер ететін күшті анықтаңыз деген. Жалпы оны табу үшін F тең 1/5 көбейтем 38-ге. Ол менде 57 Ньютон болады. Келесі. Неліктен шанаға әсер ететін күштен адамның тарту күші үлкенірек болуы қажет екенін сипаттап жазыңыз. Егер де адамның тарту күші шанаға әсер ететін ауырлық және үйкеліс күшінен аз болса, шана орнынан қозғалмайды. Радиустары бірдей қорғасыннан және болаттан жасалған шарлар соқтығысып қарама-қарсы жаққа үдеу ала қозғалады. Қорғасын тығыздығы болат тығызынан 1/4 есе көп дейді. Енді бізде қорғасынның тығыздығы 2, ол болаттың тығызынан 1/4 1 есе көп. Және де бұл жерде радиустар бірдей деген, значит екі шардың да көлемі бірдей болады. Оны біз V деп алсақ болады. Енді бізге олардың үдеулерінің қатынасын табу керек. Ньютонның 3-ші заңы бойынша мына қарама-қарсы күштердің шамасы бір-біріне тең болады, бірақ бағыттар қарама-қарсы. F1 деп отқанымыз ол M1 көбейтілген A1, F2, M2, A2 болады. Енді біз бұл жерде шарлардың үдеулерінің қатынасын табуымыз керек. Біз A1-дің A2-ге қатынасын табатын болсақ, ол бізде болады M2 бөлінген M1. Бізде M2 массамыз ол ρ2 көбейтілген V2 бөлінген ρ1 көбейту V1 болады. Бізде көрпұрыстар ρ2 деп отқанымыз ол 1/4 ρ1-ге тең, V2 деп отқанымыз V-ға тең. Дәл сол секілді ρ1 көбейтілген V. Мына жерде V мен V қысқарады, ρ1 мен ρ1 кетеді. Мына жерде қалатын нәрсе 1/4. Сонда A1 мен A2-ның қатынасы 1/4 екен үдеулерінің. Болаттың үдеуінің қорғасын үдеуіне қатынасы 1/4-ке тең болады екен. Келесі. Күнді айнала қозғалған жердің айналу периоды т-ға тең. Қисықсыздық қозғалыс заңдылықтарын пайдаланып, күннің m массасы төменгі формамен берілетінін дәлелдеңіз дейді. Жалпы бізде ең бірінші күн мен жердің арасындағы тартылыс күші мына форма бойынша анықталады. G көбейтілген жердің массасы, m күннің массасы бөлінген r квадрат, екеуінің арақашықтықтың квадраты. Енді бізде жер күнге қарай ma күшпен тартылып тұрады. Енді бұл жерде m a деп отқан центрге тартқыш күш, ол бізде v квадрат бөлінген r болады. Енді бізде v деп отқанымыз ол сызықтық жылдамдық. Біз оны m v квадрат бөлінген r-дің квадраты r деп жазуымызға болады. Мына жерде r мен r-ді қысқартсақ, бізде мына жерде қалатын нәрсе m. Бұрыштық жылдамдыққа біз 2p бөлінген t квадрат көбейтілген r деген қойсақ болады. m 4p квадрат t-ның квадраты r болады. Енді осы екеуін теңестіреміз. G m көбейтілген m бөлінген r квадрат m 4p квадрат t-ның квадраты көбейтілген r болады. Бұл жердегі, мына жердегі m мен m кетеді массалары.
осындай жерде қалатын нәрсе бізде масса тең болады 4π квадрат r куб бөлінген g t квадрат болады. Міне, мына формула бізде шықты. Келесі. Массасы 1,4 көбейту 10-4 дәрежесі килограмм спутник жердің центрінен 6800 км қашықтықта орбитада орналасқан. Спутник пен жер арасындағы тартылыс күшін есептеңіз. Ол жерде бүкіл әлем тартылыс заңының формуласы G, масса спутник, масса жер бөлінген r квадрат болады. Біздегі G деп отқанымыз 6,67 10-11 көбейтілген спутник массасы 1,4 10-4 дәрежесі килограмм, ал жердің массасы 6 10-24 дәрежесі килограмм бөлемін r квадрат. Екеуінің арақашықтың квадратына 68 көбейту 10-5 дәрежесінің квадраты болады. Енді осыны есептейміз. 0,12 көбейтілген 10-7 дәрежесі ньютон болады. Келесі бізде спутниктің бірінші ғарыштық жылдамдығын алатын үдеуін және айналу периодын есептеңіз деген. Жалпы ең бірінші бізде бірінші ғарыштық жылдамдық ол v тең болады gm бөлінген r. Бұл жердегі g деп отқанымыз 6,67 10-11 масса жердікін аламыз. Ол бізде 6 10-24 оны бөлеміз радиусқа. Радиусымыз бізде 6800 көбейту 10-3 дәрежесі болады. Осыны есептейтін болсақ, ол бізде 7700 метр бөлінген секунд немесе 7,7 километр бөлінген секунд болады. Енді бізде алатын үдеуін табу үшін a тең v квадрат бөлінген r формуласы центрге тартқыш үдеуінің формуласы бойынша. Бұл жердегі v квадрат деп отқаным 7700-дің квадраты, оны бөлемін 68 10-5 дәрежесіне. Есептейтін болсақ, бізде 8,7 метр бөлінген секундтың квадраты шығады. Ал енді біздегі периодты табудың формуласы ол 2π бөлінген бұрыштық жылдамдық болады. Енді біз 2π r бөлінген v деген формуланы қорытып шықсақ болады. Ол бізде 5546 секунд болады екен периоды. Келесі. Белгілі бір планетада ауырлық күшінің массаға тәуелділігін зерттей отырып, мынадай мәндер алған дейді. Кестеде тұр. Алынған нәтижелерді f oy өсі бойынша дейді. Күшті бізге айтады oy өсі бойынша, ал массаны ox бойынша. Масса ол бізде килограмм, ox сөзінде тұр. Енді бізде масса 0,5, мына жерді біз 0,5 деп алатын болсақ, онда келесі мына жер 1, мына жер 1,5, мына жер бізде 2, мына жер 2,5 болады. Ал енді біздегі мына аралықты біз 2 десек, келесі бізде аралығымыз 4, келесі аралық 6, келесі аралық 8, ал мына аралық бізде 10 болады. 1,8 бен 0,5 жуықтап, ол бізде мына аралықта қиылысады. Ал енді 3,8 бен 1 жуықтап бізде мына аралықта қиылысады. Ал 1,5 пен 5,3 ол бізде жуықтап мына аралықта қиылысады. Ал енді 2 мен 7,7 ол бізде мына аралықта қиылысады, жуықтап алсақ. Мына аралықта. Ал енді 2,5 пен 8,8 жуықтап, ол бізде мына аралықта қиылысады. Осы 5 точканы бізде бір-біріне қоссақ, графигіміз шығады. График осындай түрде болады. Келесі. Ньютонның тартылыс заңының тұжырымдамасын жазыңыз. Ньютонның тартылыс заңы кез келген материалдық бөлшектер арасындағы тартылыс күшінің шамасын анықтайтын заң.
Екі дененің арасындағы тартылыс күші осы екі дене массасының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал арақашықтығының квадратына кері пропорционал. Геостационарлық орбита дегеніміз не, ол не үшін қажет екендігін сипаттаңыз дейді. Геостационарлық орбитада орналасқан нысандар жердің өзінің осінен айналу жылдамдығына тең бұрыштық жылдамдықпен қозғалады. Сол себепті жасанды серіктер жермен салыстырғанда қозғалмағандай көрінеді. Геостационарлық орбита геосинхронды орбитаның бір түрі болып табылады және жасанды серіктер орнату үшін қолданылады. Осымен ТЖБ талдау аяқталды. Егер ТЖБ талдау ұнаса, видеоны тарат, достарыңмен бөліс, каналға тіркел, лайк бас.